Академиялық плагиат түрлері және жауапкершілік. Академиялық плагиат дегеніміз не? Академиялық плагиат бұл өзгенің ғылыми немесе шығармашылық еңбегін, идеяларын, тұжырымдарын немесе сөздерін дереккөзсіз пайдалану. Мақсаты: өзін білікті, мінді етіп көрсету. Пайда болу себептері: уақыттың тапшылығы, тапсырманы түсінбеу, адалдық қағидаларын елемеуі. Плагиаттың түрлері: тікелей плагиат, мозаикалық плагиат, автоплагиат қате, немесе жоқ сілтеме арбас плагиаты. Тікелей көшіру плагиат анықтамасы: біреудің мәтінін ешқандай өзгеріссіз, авторлық сілтемесі көшіру. Мысал, интернеттегі мақаланы толығымен өз жұмысына енгізу өзу. Сипаттамасы: ең кең тараған түрі антиплагиат жүйелері оңай анықтайды салдары: жұмыс қабылданбайды, тәртіптік жаза. Мозаикалық плагиат анықтамасы: түрлі дереккөздерден алынған сөйлемдер мен бөліктерді біріктіріп, өзіндік жұмыс сияқты ұсыну. Мысал, түрлі мақалалардан үзінділер алып, оларды бір мәтінге біріктіру. Сипаттамасы: күрделі анықталады. Антиплагиат тек мәтінді таниды, мағынаны емес. Автоплагиат анықтамасы: студенттің бұрын жазған жұмысын қайтадан тапсыруы басқа пәнге, басқа оқу орнында. Мысал, бір рефератты бірнеше пәнде қолдану. Сипаттамасы: өз авторлығы болғанымен академиялық этиканы бұзады. Нәтиже: оқытушыдан ескерту немесе ұпайдың төмендеуі. Қате немесе жоқ сілтеме анықтамасы: дереккөзді дұрыс көрсетпеу немесе мүлдем көрсетпеу. Мысал, Уикипедиядан алынғаны деп нақты мақаланы көрсетпеу. Сипаттамасы: көбінесе байқамай болады, дәйек сөздердің дұрыстығы тексерілмейді. Айырбас плагиат анықтамасы: екі немесе одан көп адамның бір-бірінің жұмыстарын келісіп пайдалануы. Мысал, бір студент жазып, екіншісі өз атымен тапсырады. Сипаттамасы: топтық адалдықтың бұзылу, қос тарапта жауапты. Плагиаттың салдары: академиялық реферат, курстық жұмыс, диплом қабылданбайды ескерту, сөгіс, стипендиядан айырылу, университеттен шығару. Қайталанса, академиялық беделге нұқсан келтіреді. Заңдық жауапкершілік кір авторлық құқық туралы заңы. Авторлық еңбекті рұқсатсыз қолдануға тыйым салады. Жауапкершілік түрлері: айыппұл, өтемақы төлеу, қайта жариялауға тыйым. Кей жағдайларда қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Плагиаттың алдын алу жолдары: дереккөздерге нақты сілтеме беру, сөзіңмен қайта жазу. Парафраз, антиплагиат тексеру жүйелерін қолдану, уақытылы жұмыс бастау, академиялық адалдықты сақтау. Қорытынды плагиат: академиялық және құқықтық бұзушылық. Бұл адалдықпен білім сапасын бұзады, жеке жауапкершілік пен заң алдында салдары бар. Адал еңбек сапалы білімнің кепілі. Тек өз еңбегіңмен алынған білім ғана. Шынайы плагиат уақытша жеңіс, бірақ ұзақ мерзімді зияны білім адалдықпен ғана құнды.